Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін мен винегрет салатының рецептісімен бөлісемін. Салатымызға қажетті заттар: қайнатылған қызылша, картошка, сәбіз, 4 ас қасық күнбағыс майы, 1 пияз, 2 тұздалған қияр және де 40 қабат бұршақ керек болады. 40 қабаттың орнына осындай салатты қолдандым. Қазір мен бұны майдалап турап шығамын. 40 қабатты қолданып жатқан жандар, сіздер осылай майдалап турап алып, тұзбен немесе маймен жақсылап мұжып алыңыздар. Өйткені тұзбен май 40 қабатты жұмсақ етіп салатқа жақсы дәм беретін болады. Ал енді тұздалған қиярымызды дәл солай 4 бұрышты етіп турап аламыз. Сәбізімізді де дәл солай турап шығамыз. Сәбізімізден кейін картошкамызды да дәл солай 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Осы салатты үйіңіздегілер ұнатып жатса, көбірек жасап тұрыңыздар. Иммунитетті көтереді, қызылша қанды көбейтеді. Пиязымды майдалап турап алдым. Енді қызылшамызды тураймыз. Қызылшаны да 4 бұрышты етіп турап шықтым. Бұл жерде салаттың мөлшері өте көп. Үйіңіздегі адам саны бойынша салаттың мөлшерін аз да болып, немесе бұдан да көбірек етіп жасасаңыздар болады. Барлық заттарымызды турап алдық. Енді күнбағыс майын үстінен құйып, кішкене тұз себелеп, бұршағымызды салып, жақсылап араластырамыз. Салатымыз толығымен дайын болды. Қалауларыңызша ас көктерде сасаңыздар болады. Осындай қып-қызыл әдемі болып шығады. Дәмі өте керемет. Менің рецептімен жасап жатсаңыздар, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып, все дегенді басып қойсаңыздар, менің жаңа видеоларымды жіберіп алмайсыздар.